Так, осылай сундукты ашам және ішіне ведро водыйды алып сыртқа шығатын боламыз. Хей, барлықтарыңызға сәлем достар, сәлем бүгін Ермахан достар. Бүгін дейтін біз үйдің жанына бассейн салатын боламыз достар. Ё-моё, бүгін дейтін погода дейтін просто четкий болып тұрар ғой. Мына үйдің жанына 4-ке 4 қылып, 4-ке 8 қылып, мынау кім? Ё-моё, қасымызға сразу келіп алған Ермұхан, сен өзімен өзі сөйлесесің ба не? Енді мен подписчиктермен сөйлесіп қуасың ба сен? Мен подписчиктерге сәлем жолдап қойсаң. Сәлем подписчиктер. Что там, не болды, не үшін келдің сен? Сол жүрген, не істерін білмей әйтеуір. Изумруд толтырып алғансың ғой. Қане, байсың ғой сен. Достар, мынаны қараңыздаршы, мына біздің житель дейтін бай просто. Ё-моё. Что там сен ақшаны қайдан тауып отырсың? Мә, бір-екеу мына керек емес, өзің алып қой бер пока что. Енді біз мынау житель емеспіз ғой. Қазір Ламборгиниге отырам, короче, сатып алам, ламбор деп жүрем ғой, короче. Базар жоқ, ламбор-джамбар, в общем, жизнь налаживается, шиковать етем дейсің ғой, полностью, базар жоқ. Что там? В общем, жетіл сенің маған бір көмегің керек болып тұр бар ғой. Мен бағана таңертең, в общем, таңертең емес, тап жаңа ғана мен бассейн салам дедім да, мына жерге 4-ке 4 қылып, в общем, бассейн салу керек маған қазір бар ғой. Сол бассейннің ішіне маған, короче, кафель керек. Сол кафель сен кафель дейсің ба? Сен четкий кафельдер білесің, там гранит, мрамор дейтін, короче, бір четкий минеральный кафельдерін алып келсейсің маған қалаға барып, ламбар-джамбарыңмен барып. Болды, қазір ламбор жолда сатып алам, сосын барып қалаға барам, қаладан әдемі бір кафель сатып алып, сосын саған келем ғой. Болды ғой, смело ғой. Сен оған дейін барып келе бер, ламбор-джамбарыңмен, оған дейін мына жерді қазып, әдемілеп, в общем, суын құйып, анау-мынау чики-пуки қылып қоя бермеймін ба? Болды, кетті, мен онда уақытсызбен қойып. Все, давай. Так, достар, біздің жителден байып кеткен болатын. Так, достар, біз дейтін мына жерде, в общем, бұлайынан әдемілеп қазып бастай береміз. Достар, мен 4-ке 4 деп едім, бірақ 4-ке 4 кішкентай болып қалады сияқты ма, кішкене 5-ке 5 қылып осылайдан кішкене өйстіп қазып қоя берейік. Так, мына жерлерді өйстіп қазайық. Так, достар, так, бассейн қатты созылғанды керек емес. Так, бірінші астынан қазып алған бізге дұрыс болатын сияқты ма? Так, менің көзіме көрініп тұр ма әлде мынау шын ба? Так, мынау. Так, мынаны кім салып жүр? Мынау артынан. Так, стоп. Мә, достар, мынаны қараңыздар. Lucky блок. Так, достар, қараңыздар, бізде Lucky блок. Ё-моё, мынау чё за фигня? Так. Мына жерлерді осылайынан қазамыз. Так, достар, Так, достар. Так, мына жерде есік тұр. Ё-моё, так, мыналар былайынан салып қойық. Мен мына жақтан қалай шығам без? Все, болды, смело шыға беретін болам. Так, мына жерде біз есік тұр. Lucky блоктан жасалған үй, достар. Үйдің астында үйді сіздер қашан көріңіздер. Еще анау-мынау емес, Lucky блоктан жасалған екен, достар. Мама, ішіне кіріп көрейікші. Так, мына жерде бізде дейтін орындық, как положено. Мына жақта спальный. Шторкасы бар. Так, мына жақта бізде не екен? Так, мына ішіне кіріп көрейік. Все, достар, бұл түсінікті нәрсе екен. Так, бұдан шығып кететін болса. Все нормально. Так, достар, бізде житель дейтін жаңа кафелге кетіп қалған болатын. Так, житель келем дегенше мына үйді мен қалайда көзін құртуым керек қой. Так, дейтін біз қазір мына Lucky блоктарды сындырып көре берейік. Так, достар, маған Lucky садақ түскен болатын. Так, алмазные ботинки, базар жоқ, достар. Так, мынау дейтін просто тамаш. Мен үйімді құртып жібердім, достар. Базар жоқ, мен үйім құртылып кетті. Ана житель ештеңе не қылмайтын шығар, ештеңе демейтін шығар. Так, мыналарды сындыра беретін боламыз. Ё-моё, достар, инвентарымды қараңыздар, сіздер мені heroes. Короче, мен дейтін өте керемет заттар. Так, не болып кетті мына жерде? Ё-моё, Lucky блоктар. Не болып отыр, достар? Ё-моё, вообще офигеть. Так, мыналарды сындыра беретін боламыз. Так, мен мыналарды бекер сындырып жатқан жоқпын ба, достар? Если мына біреудің үйі болып қалса ше, ё-моё, достар, мына жерде еще бізде иттер шығып жатыр. Так, если мына біреудің үйі болып қалса, мен оған не деп айтам? Так, достар, менде әдемі бір идея. Короче, қазір ол осы үйдің иесі келетін болса, мен осы заттарды оған обмен жасататын боламын. Так, осылайынан қазамыз. Так, мынау дейтін просто офигеть, мен үйім құртылып кетті, бірақ ештеңе етпейді. Так,
осыны сындыра беретін боламыз. Мә крипердің басы, базар зомбидің басын ашық, инвентарь менің дейтін толып кетті достар, қараңыздар. Базар жоқ, мыналардың бәрін сындыра берейік достар. Так, достар, ТНТ-лар бар бізде мына жақта, офигет. Өлме. Все достар, болды, бізде житель өлмеді, бізде жителдің өлгені керек емес. Бізде, если житель өлтіретін болсақ, сіздер білесіздер, бізде голем келіп, бізді өлтіретін болады. Ойбай. Достар, тағы да мен үйім жоғалып кеткен болатын. Так, достар, мына жақта дейтін бізде офигет заттар тұрған. Мынаны қараңыздар достар, мына қылышты қараңыздар сіздер. Просто инвентарда дейтін просто бос орын қалмады, бос орын шығарсам дейтін мынандай болып кетіп жатыр. Достар. Так. Не болды? Сен мына мен үйім ғой. Сен істеп тұрсың мына жақтың бәрін. Сен тұра, мен саған мынандай алмазды меч беремін мен саған. Мен мынандай ТНТ-лар бар менде. Керек емес маған дейтін. Сен мен үйімді қайтар, мен дейтін қалатын қашып келсем өзім салып қоюға. Сен де қатырады кетсің ғой, ё-моё. Істеп жүрген адамсың сен дейтін. Тұр, сен асықпа, кел сыртқа шығып сөйлесек. Ё-моё, достар, мына жақта что-то үйдің иесі келген сияқты. Ё-моё, кел. Мына жерге келіп сөйлесекші, кел. Что-там сен неғып ең астына үй салып алған, сен басын жасай ма? Мен дейтін ауылдан, то есть қаладан қашып келіп едім, ё-моё, сен осы үйінің астына салып едім, сен дейтін бұсып таған не бұның? Ё-моё, қатырасың, мына не істеймін мен мынаны еді? Мынаны не істейді мына үйінде? Ал саған кім рұқсат берді? Менің үйім астына үй салуға саған кім рұқсат берді? Енді мен қаладан қашып келген адам болады ғой маған дейтін. Болғанда енді қаладан қашып келдім деп бәрі сала берсе, онда давай мен де мына үйің астына үй салып тастаймын мен. Жоқ, салмайсың, онда бүйтсек болады, мынаның орнына барып, маған осындай бір әдемі бір үй салып берші, лакоблок па бірдеңе қылып. Әдемі зор қылып та, сосын мен осы сене тұра береді. Енді мен сен сияқты лаки житель емеспін, менде лаки блоктар жоқ, бірақ мен лаки блокқа ұқсат салып бере аламын мен. Онда білмеймін, салып берші, мынақты бірақ айтпаң ешкім, мен осы қаладан қашып келген адаммын. Ауылда жоқ деп айтасыңдар ғой. Сен берейін осы лакоблоктың бәрін. Сен қаладан не үшін қашып келіп жүрсің? Вообще мен дейтін бір мені біліп қойды да, менде лакоблок бар екен, сосын қашып кеттім. Бір бандиттер ма артынан қуалап жүр. Бәсе, мен қайдан білеймін, мен таңертең тұрып ойшым дейтін, мен дейтін үйімнің жанына не салам ба десем, бассейн салам ба десем, астын лаки блоктар шығып кетіп, мен дейтін оның қызығына кіріп кетіп, ойшым бәрін бұзып саған болатын. Енді амал жоқ, саған үй салып берем, осы жақтардан бір үй салып берсем болмай ма? Осы ауылдың ішінде 13 ауылда тұрсаң саған жеткілікті емес пе? Жеткілікті, просто ешкім айтпасаң болды. Онда сен бір айналып келе берсең болады. Мен қазір сен үйіңді бойшып чики-пуки, люкс, коттедж, матедж қылып салып беретін болам ғой, сен бара берсе асықпай. Мен сен өзім сен шақыратын болам, ма? Болды. Сразу шақырасың. Давай. Ё-моё, достар, мынау біреудің үйі екен ғой, оказывается. Ё-моё, мен вообще қуады екен ғой, достар, мынаны қараңыздар. Үйімді де бытшын шығарып тастадым, анаңда үйінің бытшын шығарып тастадым. Еще ана жителден біраз ұрыс-есік бағамыз бар енді, достар. Так, в общем дейтін достар, мен осы жақта ана жителге бір әдемілеп үй салып беру керек. Бізге қалай да болмайды, ата-анам дейтін қаладан бандиттерден қашып келдім деп жатыр екен. Так, достар, онда біз қазір былай істейтін боламыз. Мен өзім складымды білесіздер, мен складымда дейтін всегда әдемі заттар жинайтынымды білесіздер. Так, бізде мына сундуктың ішінде лаки блокқа ұқсайтын заттар, яғни сары заттар бар бізде. Так, в общем достар, біз малардың бәрін салып тастайық. Мен инвентарым дейтін, менің дейтін просто толып кеткен болатын. Мынандай инвентарым дейтін 100 жылда бір толатын етін, вообще дейтін бүгін дейтін бір марқайып қалған болатын достар. Так, бізде осындай лаки блоктың цветіне ұқсайтын, яғни сары цветке ұқсайтын заттар бізде осындай, короче, достар. Осылардың бәрін алып дейтін біз қазір мына жителге үй салып беретін боламыз. Так, достар, мен мына жерге қай жерге салып берсем болады? Так, достар, бұған үйді мен вообще бандиттерден қашып жүрмін дегеніне қарағанда, онда мен өзім үйім жанына көрінетіндей жерге салып қою керек. Так, достар, менің үйім как раз жолдың бойына салсам болады екен, достар. Так, жолдың бойына осы жерге әдемілеп тұрып, қазір жителге үйді салып беретін боламыз. Так, в общем дейтін достар, примерно лаки блокқа ұқсайтын үй салған болатын. Так, достар, в общем осылайдан салып қоямыз да, и ішіне мынандай кереметтей кровать қойып қойған болатын. Так, мына жерге бір
диван қойып жіберейік. Так, бұл жерге емес, былайынан диван қойып қояйық, и потом мына жерге холодильнигін мына жерге қойып қояйық, и потом достар светильникті мына жерге қойып қоя салып достар. Ну, примерно салып отырмын мен. Пока что уақытшаға бұл болады, және де бізде осындай лаки блокқа ұқсайтын нені салып қояйық достар. Мындай бізде статуэтканы қойып қоямыз, и все достар. Қазір жаңағы житель шақырайық. Ну, примерно достар, бұл примерно ұқсайды деп отырмын. Енді қазір ана жительді тауып шақыратын боламыз. Житель. Не болды? В общем, саған дейтін бар ғой, мен енді қатемді кешірім ретінде мен саған, в общем, ана тұрған үйді көріп тұрсың ба? Көріп тұрмын, мынау үйлері? Ой, кетіңдерші. Ну, вкустан жоқ екен, вкустан. Ну, енді ана үйіңді, енді, ну, примерно енді осы үйде тұратын боласың. Мен, короче, вопрос, сенің полный... Көбіне иттер жақсы көрмеймін ғой мен. Бұл мен иттерім саған ештеңе қылмайды. В общем, бандиттерден сені қорғайтын үй мынау, в общем, бандиттер келетін болса сені қорғап, анау мынау болып, в общем, бәрін істейтін болам. В общем, болашақта саған бұдан да күшті салып беретін болам. Просто мен жаңа асығып салғаннан кейін енді түсінесің, енді жаңа лаки блоктың қызығына кіріп кеттім, анау дегендей. Ну, примерно тұра аласың ба сен осы үйде, иә? Ой, тұрғанда қалай кәм? Әдем тұрам ғой мен дейді. Болды ғой онда, примерно ұнаса болса мен барып өзім үйімді реттестіре берейін, иә? Шық кет. Все, давай. Так, достар, бізде дейтін осындай үйме құтылып кеттік, ема достар, біз дейтін біреудің үйін қортып қойғанына әлі сенбей тұрмын. Так, достар. Ермахан. Чё там, келдің ба сен? Чё там, Кафе алып келдің ба? Келдім ғой, маған қараса өтік болып киініп алғансың ғой қалады. Өтік болып. В общем... Кафелдерін. Рахмет. Тұр, не анау тағы? В общем, бассейн атымен, Мен не үшін қалған барып келін жындымас. Енді осындай болып тұрады арасында, ренжіме. Тоқта, маған біреу звондап отыр. Алло, блин, Анжелина, звондамашы, мешать етпеші қазір, наверное, срочный дела болып. Біздің житель дейтін дела ғой. Дела тағы. В общем, бағана сен кафеге кеткен кезде мынау үйдің астына мен бассейн салам деп осыны лаки блокта болдым мен. Ермахан. Болды. Говнюксың сен, түсіндің ба? Болды, рахмет. Так, достар, в общем, сіздерге бүгін видеоролик ұнады деген ойдамыз. Сіздермен болған мен Ермахан және де лаки жительге әрине кешірім сұраймын. В общем, барлықтарыңызға пока. Мен